Құрметті Қыздарша подкастының оқырмандары, бізде бүгін Талай ханым қонақта. Талай ханым, өзіңізді қысқаша таныстырып жіберсеңіз біздің көрермендерге. Мен Шайхиева Талайгүл Советбек қызымын. Қырғызстанда дүниеге келгенмін. Әскери отбасында дүниеге келгенмін. Мамам да папам да әскери қызметте неше жылдан бері атқарған. Біз үйде 3 қызбыз, соның ортаншысы мен. Мен Қызылордаға студент болып келіп, осы жаққа келін болып түсіп қалдым. Қалып қойдың Осы десе. жақта қалып қойдым, иә, келін болып. Ол 2009 жылы тұғын. Енді одан да бері біраз уақыт өтті. Сөйтіп жүргенімізде енді қазіргі таңда 2 ұл, 2 қызым бар. Қызылорда қаласында енді қазіргі таңда индюктің фермасын ашып, именно индюктің осы породасымен айналысып отырған қалаушысы өзім боламын. Енді жаңағы зияннан пайдасы көп нәрсеге ұмтыламыз ғой барлығымыз, адам болғаннан кейін, тем более әйел адам болғаннан кейін енді бар пайдасы тисе екен деген ойдамын. Сондықтан да осы негізі былайынша шынына келгенде кәсіпкерлікпен именно осы түрме айналсам деген ойымда жоқ. Шынына келгенде ойымда болған емес ешқашанда. Прям құспен айналсам деген сияқты ой келмепті. Бірақтан да енді бұл да бір Құдайдың несі шығар, көрсін деген шығар. Карантиннің кезінде бір ұл бала дүниеге келді да, сол бала енді прививкіден дейді, бірақтан да енді өзім ойлайтыным Құдайдың несі ғой, қалауы ғой дейміз ғой. Сол бала ерекше болып не қылды. Енді прививкіден кейін болды енді негізінде. Бірақтан да әйтеуір жаймен уақытысымен уже 9 айдан бастап уже нашарлай бастады бала, сөйтіп ДЦП диагнозы болды бұл балада. Сосын ол баланы мен жан-жаққа көп емге апаратын тұғымын. Сөйтіп емге апарып жаңағы неше түрлі невропатолог бар ма, қандай дәрігерлер бар, барлық жақсы деген дәрігерлерге апарып тасып сөйтіп жүргенімде сияқтағы Ташкенттегі өзіміздің көршілес елімізде сол кісілер жаңа маған айтты ғой, бұл балаға только сорпа бер, судың орнына сорпа бере бер, просто ет жемесе жемей-ақ қойсын, сүйек қайнатып бер, сүйекті қайнатып сорпасын бере бер. Сонымен только индюк болса, если индюктің өзінің бір породасы болады деді да, етті болады, сондай несін тапсаңыз деді, если именно сол породасын тапсаңыз, сөйтіп сорпасын бересіз деп. Сонда сол породасының именно сол түрінің несі болып тұр ма, әсері болып тұр ма? Әсері дегенде ода просто жаңағы әртүрлі болады ғой, енді, например, тауықта да неше түрлі порода, брама дегені болады, кәдімгі қазақы дегені болады деген сияқты неше түрлі. Бірақтан да бұның жаңағы етті түрі керек деді да бізге ше, етті түрі. Бұл кәдімгі оның етті түрі, именно менің жаңа породамның түрісі 18 сағат коллагенді сүйек қылып қайнатқанда, сиырдың сүйегін қайнатсам 18 сағат, вот сол коллаген дейді да, бұл одан 10 есе артық деді пайдасы. Сонымен соны іздеп жүрдім, әйтеуір табылды ғой. Қазір нешеде бөпеңіз? Бөпем енді тоже Алланың қалауымен енді неше жыл қарадым, не істедім, оны еңбек шынына келгенде ақталмады десе болады. Сонымен қайтыс болды, әлі 1 жыл болған жоқ. Июльда қайтыс болды былтыр. Бағатшы болсын, иә. Аумин. Оны да көріп Ал жатырмыз. оған дейін сізде бұрын болды ма, мысалға, шаруашылықпен айналысу, егін болсын, мал шаруашылығы болсын? Мал шаруашылығы дегенде менің күйеуім 20 жыл емес, уже 25 жылдан асқан мал шаруашылығымен айналысады негізінде. Мен келін болып түскенде, например, орысша оқыдым, көп жерде жаңағыдай тоже студент болғанда да орысша, неде, мен даже келін түскенде қазақша дұрыс түсінбейтін тұғымын. Күйеуім әлі айтады ғой, қазақша түсінбейтін тұғын деп. Мен қазақша түсінбеймін, үйге келіп шай құйып отырғанымда. Қазір вообще қысамайсың деп. Иә, ол кезде вообще мен қазақша түсінбеймін, үйге келіп келін болып шай құйып отырсам, жайдарман көріп жатыр да, мен жайдарман дегенді көрмейтінбіз ғой біз. Біз енді КВН көретін тұғымыз өзіміз. Сөйтсек, жаңа жайдарман көріп, бәрі күледі да, маған қарайды да, күле ма деген адам сияқты өтірік деп күліп отыра беремін, мен не істеймін, енді түсініп отырған сияқты болып. Бірақ андай тез сөйлесе түсінбейтін тұғымын көп сөздерді. Сонымен күйеуім былайынша, ол да жоғарғы оқуын бітірген, эколог қой мамандығы негізі. Қазіргі таңда керек мамандық деп несе деп айтам ғой, тапшы мамандық қой деп. Эколог өзі, бірақтан да жаңа мал шаруашылығын таңдап кеткен. Фазендамызды көрдіңіздер, фазенда бар, сияқта мал ұстайтын тұғын. Бірақ ол кезде енді екеуміз жас отбасы ретінде енем болған жоқ, мен келін болып түсіп отырған кезімізде қорадың ішіне ұстайтынбыз, соның ішінде екеуміз сөйтіп тырнаштап айналысып, бір-бірімізге көмек болып сөйтіп жүретін тұғымыз сол кездері.
ойтып жүріп мен бір күні құрт істеп үйреніп алдым. Әйтеуір қарап отырмаймын, ірімшік атама ірімшік қайнатып беремін. Иә, атам қолымда болды, атама қарадым. Сөйтіп атам только ірімшікпен шай ішіп, құрт жеп сөйтіп отыратын тұғын. Балдар көріп, ол құрттың процесін көреді, қалай істеп жатыр, соның бәрін. Ол кезде онда прям YouTube жоқ қой. Әйтеуір өзім істеп бір күні дұрыс болмайды, бір күні жаймен ұқсап келе жатыр, сөйтіп үйреніп алған тұғынмын. YouTube жоқ, GPT жоқ кездесең. Жоқ қой ол кезде, иә. Ал индюкпен бастаған кезде енді ол оңай нәрсе емес қой, ол тауық емес, кішкентай болатындай. Оны бір оқуды оқыдыңыз ба, әлде бір үйрендіңіз ба, қалай бастап кеттіңіз? Мен оны болған шығар, иә, басында. Қиын болды, иә, олар өте андай кәдімгі кішкентай балаға қарағанмен бірде қарайсың, оқыт сондай ғой, бірін бірі таптап кетеді, бірін бірі басып кетеді деген сияқты ғой. Сосын жаңағы таптап кеткенде де енді андай басқа тауықтар сияқты емес олар, кәдімгі тауықтарда сияқты емес, тауықтар деген прям таптап істемейді. Бұлар мен айтам жаңағы білмеймін енді самые мен айтам ғой ерке балдарым осылар болып кетті. Бірін бірі таптайтын ерке балдар болып кетті бұлар деп. Олар өте хрупкий, кішкентай балапан кездерінде ше, өте хрупкий. Витамин обязательно требовать етеді, кәдімгідей бәрін этап-этаппен оларды ше, кәдімгі кішкентай баланы тамағын бересің, шамалдан кейін жуындырып аласың, шамалдан кейін дәл сондай сияқты қарайсың бұны да кәдімгідей. Оны қайдан үйрендіңіз енді? Оны қайдан үйрендің дегенде просто бала қарап жүріп істеп жүрдім соларды ше, что-то мынаны аяқ бүйтіп жүрген, мынаны бүйтіп резинкамен байлап қояйын, уже бүйтіп интуициямен просто аналардың іс-қимылдарына қарап, түрлеріне қарап, өзін өйту керек ау деген сияқты сөйтіп істеп жүрдім, если честно. Оны мен жаңағы несін біздің Қызылордаға Алматы арқылы келеді екен, Франциядан алдырдым, именно сол маған керек бар оны. Маған невропатолог айтты ғой, бізге если сізге не істесеңіз, сол түрін тапсаңыз, мына балаға сол жақсы көмек болады деп. Өйткені ана ДЦП болғанда қол аяғы да тонус болған жоқ та баланың. Енді оған не істеу керек деп сөйтіп мен істедім. Сол кезінде айтты, тонус пайда болсын десең, сондай сорпасын бере бер, етін бере бер. Енді мен етін жаңа неден бастанам, блендерден өткізіп беретін тұғынбыз. Сонымен соны етін жеген болады, жаңағын сорпасын ішкен болады. Сөйтіп оны даже мен білмейтін тұғым. Бізде осы жақта қарыс қыздар бар, Алматыда көшіп кеткен ғой. Сол қарыс қыздар айтты маған ше, біз саған соны алып берейік, мен просто балама көрсін деп балама айналдырдым. Балам енді прямо өйтіп не алмайды деді да, жаңағыдай қолынан келмей жатыр қарау деді. Сен көрші деп сөйдеді. Сосын мен өзіме алып, оны қарап, не істеп, уже олар деген кәдімгі тез өсіп кетті еще ше. Енді бізге тауықты былайынша жүре берсе, қыстық тауықта бар, жаздық тауықта жүре береді ғой, былайынша біздің өзіміздің қазақ тауықтар. Мыналар прям тез өсіп кетеді көзінің алдында ше. Мен деген кішкентайда размер емес қой өскен кезде. Кішкентай емес қой, балапан болу, сондай кішкентай балапан. Мен вообще, например, жұмыртқа күйінше алатын тұғымын ше, сөйтім да. Больницаға жатамыз, баламен мына жерде детский бар, неврология сояққа барып жатамыз. Келсек уже ана кәдімгі өсіп қалған, күнде айтып отырамын, бүйтіп отырмын. Сөйтіп тез өсіп кетті. Сонымен өскенде де жаңағы мультивитамин бересің, Д витаминін бересің, мынандай қатты ыстықта уже витамин бермейсің, потому что шөл қанбайды. Олар су іше бергісі келеді, анау Д витаминнен шөл қанбайды, ол іше береді, сосын уже не қылмайды, әлсіреп қалады деймін да, бұндай кезде бермейсің, уже андай кішкентай кезде кәдімгі аузына тамызып отырып бересің, ішеді. Оларды көбейтуге қаржы бөлдіңіздер ма, әлде бір жаңағы ұйымдардан гранттар алдыңыздар ма? Қаржы мен өзімнің балама бола алған тұғымын оны негізінде. Сосын бәрібір үйде отырмын ғой, осы балаға қарап, көз алдымда ғой, үйден шығып жатқан жоқпын. Өзім бір мезгіл қарап отырамын деп, сөйтіп көбейтіп қой өздеріңізді көбейткен, қазір уже шаруашылық болды. Өзіміздің неден ғой, енді общий бюджет, семейный бюджет дейді ғой, сондай ғой. Кішкентайдан бастап құралды, иә. Енді қазір мысалға көп балаларда, ерекше бала болсын, аллергиясы бар балалар болсын, сондай құстың еттерін көп сұрайды, иә, көп сұрайды. Сол кісілерге сауабы тиіп жатқан шығар деп ойлаймын, сіздердің шаруашылықтың байынша өндіріске, то есть сатылымға шығарасыздар ма? Сатылымға шығып жатыр. Сатылымға шыққанда менде шынына келген кезде байынша үйренісіп жатырған халық ешқайсысы андай қылып бір алғаннан кейін жоқ кетіп жатырған жоқ. Обязательно спросы бар. Спрос енді халық үйренді. Кеше жақында мен айтып жатырмын, қазалы енді үйренді, например, ол етке деп ше. Сосын байқайтыным көбісі ауырып жатырған кісілер алады ше. Көбісі сосын бір кісі вообще ең үлкенін беріңізші деп анда-санда алады, бірақ ең үлкенін алады ше, ең үлкенін беріңізші. Біразға жетеді. Иә, біразға жетеді. Сол айтады, мен балам ДЦП еді деп ше деп айтып жатыр да, бізге де айтқан
только сол бала ғана жейді, біз де сөйтіп бөліп бөліп қойып береміз деп сөйтіп. Сауапты іспен айналысып жатсыз, иә, Құдайға шүкір. Енді қолдан келсе, если сауабы тиіп жатса, почему бы и нет деген сияқты ғой. Енді алдағы уақытта соны үлкен ферма айналдыруға ой бар ма сіздерде? Енді бәрі Құдайдың қолында, негізі бұл құспен айналсам дегенде ой болған емес қой, сондықтан да Құдай біледі, кім біліпті, мүмкін болып қалады ол да. Талай ханым, отбасыңызда неше бөпеңіз бар дедіңізші? Қазір 2 ұл, қазіргі таңда 2 ұл, 2 қызымыз бар. 4 бөпеңіз бар, иә? Бағумен құсқа қарау, шаруашылыққа қарау, бір-бірінде арасында қалай уақыт табасыз? Уақыт жетіспейді, мен айтам. Шаруашылық қарау оңай емес, иә? Уақыт жетіспейді, сол мен де айтам ғой жаңағы. Білмеймін, мен 4-те тұруым керек шығар деп сеземін ғой. Менің жұмысым біту үшін сағат 4-те тұруым керек шығар деп. Мен негізі қазіргі таңда гимназияда тоже инклюзия балдармен, именно жаңа диагноз бар балдармен жұмыс жасаймын. Ол балдармен как дефектолог ретінде, жаңағы прям қасында жүріп, тьютер ретінде қараймын ол балдарға. Енді практик ретінде ол балдармен, былайынша мен көп специально, мен если честно, ол балдармен шынымды айтсам, мұғалімді боламын деп ойламағанмын мен ше, мұғалім боламын деп ойлаған жоқпын. Почему? Ана бала менде үйде төсек тартып жатты, уже жасы келе жатыр, өсіп келеді. Сосын ойладым, мен ертең балам мектепке оқытанса, ол надамы болып қалады. Сосын біреудің баласын біреу не алмайды ғой, түсінбейді ғой. Сау мұғалім, например, ешқашан көрмеген баланы келіп қарау үшін онымен 1:45 отырудың өзі оңай емес. Пока ол бала үйренсем дегенше, пока бұл апай үйренсем дегенше, оны жақсы көріп кетем дегенше. Сосын ойладым, неғанша өзім осы баланың мұғалімі өзім болайын деп, мен сөйтіп оқыған тұғым негізінде. Сонымен енді ол баламен, когда уже не получилось, жаңағыдай жағдай болып отырғаннан кейін, ол бала қайтыс болып, немге тасып, алаңсыз мына балдарым не істеп кетті, сондай болып отырған кезімде уже мектепке жұмысқа тұрдым да, жаңағыдай балдармен жұмыс жасаймын. Енді балдарға көмегім тисе, соның өзі сауап қой, жаңағы баламның аруағы риза ғой. Балдарға лучше көмегім тисін, не үшін оқыдым деп мен сөйтіп қазір балдарды не қылып отырмын, қарасым. Енді сол үшін де Құдай сөйтіп жіберіп тұр ма десеңізші? Иә, оның бәрі енді бәрі себеппен болып жатыр ғой, иә. Енді бұл бала ауырмаса, құсты да білмес едік, бұл бала ауырмаса жаңағыдай мектепке де не алмас едік. Педагог та болмас еді. Иә, педагог та болмас еді. Негізгі мамандығыңыз қандай сонда? Негізгі финансистпін. Финансисті оқуға Қызылордаға келдіңіз ба сонда? Финансисті оқыған кезде мен финансы и ревизия деген оқыдым да. Қорқыт-Атаға келдіңіз ба? Қорқыт-Ата оқыдым. Сөйтіп оқып отырған кезімде, білмеймін, мен өзім бір жұмыстың қиын таңдаймын ба, или бір мужское дело таңдап кетемін ба өзім. Бір күні ойладым, мен ол кезде стеклозавод енді ашылайын деп процесс болып жатыр әлі. Просто естідік, сондай ашылады екен, Құдай қаласа деп. Сол кезінде тұрдым да мен, короче, стеклозавод ашылса, ояқта безотходный болсын, стеклоның мен бәрін жинап алайық та, давай кафель өзіміз шығарайық деген ой келді маған. Сөйтіп мен оқуға бардым. Оқуға барған кезде мен Украинада оқыдым. Украинада оқып едім. Сол жақта Украинадан оборудованиені алып, Белоруссия істеп, уже СНГ шығарып жатыр екен. Прям сол стекло, кәдімгі отходтың, стеклоның отходынан сөйтіп істеп шығарып жатыр екен. Сосын тұрымда онда барып көріп келейін. Ояққа барып, ояқта жатып көріп келдім, ол қалай шығарып жатыр, не шығарып жатыр, прям процесін көрейін, практика жүзінде деп. Сөйтіп ол Брестте, ол кезде тұрмыстасыз? Иә, Белоруссияда, Брестте 16-шы жылы, сонымен тұрдым да, оның бәрін көріп келіп, няха енді сол процесті бастап не істейін деп отырған кезімізде мама қайтыс болды, өзім мамам қайтыс болды да, сонымен не до этого болып кеттім, если честно, сөйтіп жүріп, біраз уақыт өткеннен кейін жаңағы кейін айтады ғой, жаңағы сіз неге оқыдыңыз, өзіңіз істемесеңіз деп бір кісілер сұрайды да, мен айтамын да, кім біледі, мен бір күні ұйықтап жатамын да, оянамын да, шығара саламын, потому что мен білемін ғой деймін, әйтеуір процесін білемін, технологиясын білемін ғой. Завод ашылды бізде, главный ашылды. Не көп стекло көп біздің Қызылордада деймін да. Былайынша отход көп қой енді, мен айтам, безотходный нәрсе, почему бы и не пробовать. Өзіміз шығарып жатырсақ, прям оның еще несін, стойкісін бәрін көріп жатырмыз ғой деймін да. Технологиясын білген адам спокойно шығара береді. Ол сөйтіп тұрдым да мен, онда андай жұмыссыздарды не істейін деп, сөйтіп жүргенде өзі кәсіпкерлердің өздері хабарласты, біз сондай шығарайық деп едік деп ше. Сонымен оларға технология, көршілес ел екенсің, маған конкурент болмайды екенсің деп оларды үйретіп беріп сөйтіп. Енді жоспарда бар ма ол да? Кафель ма? Жоспарда ол болғанда, оны прям мен өзім шығарғым келіп тұрған жоқ. Оны мен
даже айттым бір кісілерге осы жақта Қызылордаға. Мен айттым, мен оны қазір шығармаймын, потому что, если честно, маған прям оған уақытым жетпейді дедім. Мен онымен айналысып Фокусым отыратын жетпейді. иә, фокусым да жетпейді, уақытым да жетпейді. Мен балам өсіп онымен айналысам дегенше басқа тағы нәрселер шыға берер. Мен айттым, давайте андай биыл енді жұмыссыздық жылы емес пе, енді жұмыспен қамту программасы жақсы болайын деп тұр ғой биыл. Мен айттым, давайте ауылдан сондай жастарын, бәрі қолында бар нәрселер соның ішінде. Жаңағы шебін керек пе, шебіні бар ішінде. Біз Жаңақорғанда шебінің түрі бар емес пе деймін да, например, құм керек па, құм бар, цемент керек па, цемент бар, пожалуйста, стеклоны қоссын да істей берсін деймін да. Соны давайте мен үйретіп берейін, любой жастардың на бесплатной основе. Мен ол үшін, например, біреуге көмегім тисе, почему бы и нет, пожалуйста, көмектесіп берейін, шығарсын деп жатырмын да, например, шығарып көрсін просто. Сосын кейін жаймен өзі ақ үйреніп алады, краситель қосады жаймен. Мен үйренген кезде олар қиын тұғын, өйткені краситель Қытайдан алдырады, ол келемденше күтіледі, краситель мынандай ғана, ол деген дымға жетпейді деген сияқты квадрат метрмен санағанда. Так что оны просто үйретіп беру ойда бар, а так өзім айналысатын ойда жоқ. Қазір енді мен углубленно дейді ғой, енді мұғалімдікке қатты не істедім, потому что именно осындай инклюзия балдар өте көп. Сосын жылдан жылға қатты көбейіп жатыр. Сондықтан да осыны қолға алып, не оқыдым, лучше осы балдарға фокусымды қойып, көмегім осылайықтан хотя бы бір балаға тиіп, ол бала мені жақсы көріп кетіп, одан шамалы болса да результат болып өтіп жатса, сол маған жетеді, сол қуаныш. Прямо жаңағыдай бір баланы мен күшті қылып кеттім деп өйтіп, мен жаңағы басқа жерге ұмтылатын ойым жоқ. Именно просто көмегім тисе, соның өзі мен үшін қуаныш болады. Мектепте неше балаңыз бар сондай? Тьютерлықта мектепте түске дейін бір бала, түстен кейін бір бала тұғын. Қазір енді бір бала, бірақтан да мен на бесплатной основе басқа балдарды алып көмектесемін. Бірақтан да ол үшін ақы ешқандай не алмаймын, просто келсін деймін, просто келсін, көрсін, жассын, оған да оңай емес. Оған сен 5 қойғаның бір тиынға қажеті жоқ. Сен оған 5 қойып жатсың ба, 1 қойып жатсың ба, оған просто келіп жаймен үйреніскен адаптация дұрыс деймін да. Енді бірден ондай бала тем более үйреніп кетпейді ғой, уақыт керек ортаға. Сондықтан да жаңағындай. Керемет. Талай ханым, әлеуметтік желі жүргізесіз ба? Прям ондай активный емеспін, если честно. Инклюзия жағынан жүргізіп, мысалы осы тегін көмектесіп жатырмын деген нәрсеңізді? Енді білмеймін, біздің үйде қолға ойыңызда жоқ па? Әскери отбасы болды ғой енді біздің үйде. Біз андай мақтану, ондай жағынан не алады. Біз енді солай түсінетінбіз, біз енді сол кездің балдарымыз ғой. Біз жаңағы бір нәрсені көрсетсе, сол мақтанған сияқты болып, это жаңағы шамалы жат дүние сияқты сондай болып тәрбиеленіп үйреніп қалғанбыз ба, или жаңағы ол кезде ондай нәрсе болмағандықтан ба, білмедім. Көрсете берген жақсы көрмеймін өзім. Білмеймін. Мақтану жағынан емес, пайдалы болу жағынан ше? Может, ойланып көріңіз. Енді пайдалы болу демекші, қазір енді қолға алып жатырмыз, если честно, қолға алып жатырмыз проектті, енді жаңағы жұмыс процесінде, Қай бағытта? Осы инклюзияда болады ішінде, и сосын диагнозы жоқ, без особенностей деген сияқты бар ғой, енді кәдімгі барлық задержкасы жоқ, кәдімгі барлық балалар бара алатын мектеп ашады енді, Құдай қаласа, ол енді қыркүйекте деп не қылып жатырмыз, планировать етіп жатырмыз. Жеке ма? Жеке болады, иә, то арқылы ашылады. Оның ішінде ата-аналармен де көмек болады, ата-аналарға да өткен психолог болады, ата-аналармен жұмыс жасайтын психолог болады, 5 бағытта жұмыс жасайтын болады ол мектеп. Оның ішінде арт-терапия да бар, сосын жаңа ментальная арифметика дегендер бар. Сосын барлық нелерін енді біз оның ішіне қосып отыр ғой, сосын мамандары, білікті мамандар болады, команда әлі жинақталу. Мектеп болған, жеке болғаннан кейін бәрі қаражат керек. Спонсорларыңыз бар ма? Спонсорларымыз ешқандай спонсор жоқ, барлығы өзіміздің қол, аяқ, көмекпен. Өзіңіз дегеніңіз кім, қасыңызда біреулер бар ма? Енді барлығы айтып отырған адамдарымның тек осы білімнің жаңағы бағытында жүрген, неше жылдан бері опыты бар деген, тәжірибесі мол, кейбіреулері жаңағы 20 жылдан астам, кейбіреулері 10 жылдан астам, тек балдармен жұмыс жасаған кісілер. Білім саласына қатысы бар? Только білім саласына қатысы бар, только балдарға қатысы бар, тек балдармен жұмыс істеген, сондай балдардың тілін түсінетін, ата-аналармен жұмыс жасай алатын, сондай қасымда ертең Құдай қаласы ашылған кезде көресіздер. Қызылорда қаласында? Қызылорда қаласында, иә. Қазір енді жұмыс барысында барлығы болып жатыр.
жұмыс барысында дегенде барлық енді үлгергенімше мен жаңа гимназиядан шығам, үйіме барам, жаңағы тауықтарыма бір қарап кетем, азанда ерте тұрып тауықтарыма бір қарап гимназияма кетем. Сөйтіп жүргенде сол жұмыстардың арасында жаңағы жұмыста енді жаңағы сенбі жексенбі күні сол мектепке арнап жатырмыз. Демалмаймын десеңізші. Демалып отырған жоқпыз. Сізді енді керемет ұстаз ғой деп, керемет педагог деп көріп тұрмын өзім енді. Мен де педагог болғасын, әріптесім ретінде адам танисың ғой, психология жағынан да шамалы хабар болады. Енді отбасында қандай анасыз? Отбасында қалай ойлайсыз өзіңіз? Сырт көзбен қарағанда қандай анасыз? Сырт көзбен қарағанда дегенде, білмеймін, енді менің сестрам айтады, сен жұмсақсың дейді. Үйде менен қатал адам жоқ ау деймін деп ойлаймын. Енді сол қаталдық пен жұмсақтығыңыз бір-бірімен не қылып тұрады шығар? Үйлесіп, сәйкес келетін түрі шығар, енді білмеймін, былайынша енді мен айтамын ғой, жұрт деген папа келе жатыр деп қорқытатын еді балдарды, біздің үйдің балдары мама келе жатыр деп қорқытады деп. Мен енді шамалы жаңағындай ғой, енді үйде өзіміз қалай өстік сондай тәртіпті требовать етеміз балдардан. Баланы аясаң аяма дегендей. Баланы аясаң аяма, сондай принциппен. Жаман болмасын деп қана бір қаталдығыңызды көрсетіп шығарсыз. Солай ғой. Ал жалпы отбасыларыңызда үлкен отбасы шығарсыздар, иә? Шаңырақта. Менің отбасым жолдасым екі ағайын, жолдасым, ағасы бар, өзі бар. Атамды бақтым деп жатсыз. Атам қолымда болды, қайтыс боламын дегенше қолымда болды. Атам бастапқыда жаңағыдай ғой, енді үйренсем дегенше мен енді айтатын тұғым, қалай біреудің папасын мен папа деп айтам деп ше, мен өзім папам бар, оның өзім баласы бар ғой деп айтатын тұғым. Мен келін болып түскенде ше папа деп айтып, күйеуім айтады. Орысша оқығанмын десеңші. Иә, біздің күйеуім айтады ғой, андай, сен мен папамды папа деп айтасың енді деп сөйтіп. Қой, біреудің папасында неше ұрмамын, мен өзің айтсың ғой, баласы менің қызым емеспін оның деп сөйтіп. Жоқ, сен уже қызысың, сосын ана бүйтіп айтамын да, атын айтамын да, аға деп шайға шақыратын тұғым. Кейін зорға үйренді, аузым зорға үйренді. Біреудің папасын қалай папа деймін, біреудің мамасын қалай мама. Өзі күлетін шығар ол кезде атаңыз. Күліп жүретін тұғын, иә, еше мен жаймен айтамын да, атын айтамын да, еше сосын барып аға дейтін тұғым, шайдайын деймін, ау десе ше. Сөйтіп айтатын тұғым, біраз уақытқа дейін сөйтіп жүрдім мен ше. Енді қазір күлем ғой, мен де қатырым нем бар. Или ағасын айт, или атын айт, мен де қатырым ғой деп. Или айтпай ақ деп па? Иә. Былайынша жаман келін болдым деп айта алмаймын. Кейін барлығы жақсы көреді. Әкеңіздей көріп кеттіңіз ғой, иә? Кейін үйренісіп кеттік. Бақтым дегеніңізге қарағанда енді жаман болған жоқ шығарсыз. Жаман болған жоқ. Мен ол кезде бізде Байконур қаласында сестрам тұрады қазіргі таңда. Ол тоже белгілі кәсіпкер, Байконурда жақсы жаңағы продукт питания жағымен айналысады. Сосын ол кісі сол магазин ашылып не істеп бәріміз енді уже бизнес жағына саласына не істеп жатырған кезімізде затқа өзіміз баратын тұғымыз. Ояқта ше мэр алмасты ғой. Мэр алмасқан кезде айтты, витринаның бәрінен Қазақстан товарын алсаңдар деді. Сөйтіп бәрін алдыртып тастаған кезде, бәріне ол кезде фирма онша жоқ қой. Сөйтіп тұрып біз Россияға өзіміз қатынайтынбыз. Российский товарға бола баратын тұғымыз. Енді жаңағындай конфеттеріне Самараға барасың, Астраханға, колбасаға барасың деген сияқты сөйтіп. Сонда атам айтатын тұғын, сен мен де просто жолда жеген наннан қап қояды да, соны қап қойған ғой, соны жолдан кейін кезде бүйтіп дастарханға қойғанмын ғой. Сөйтсем наннан басқа нан жесем ешоқа дейді да. Неге күлесіз? Жоқ, күшті ғой ол да сондай. Сосын ай ойбайсың. Ойбай жағы шынын айтам деп сырын айтты деп жолда жеген күшті моменттер ғой ол. Сонда айтатын тұғым басқа нан жесем изжога деп. Сонда сон папама бұлар жаңағы екі апта сайын қатынаймыз ғой, енді сонда 2 аптаға жететін нан әкеп холодильникпен хранить етіп сөйтіп беретін тұғым папама. Я жаңа басқа нан жемей ақ қойсайшы. Российский нан жеймін дейді ма? Иә, российский нан жеймін, одан ондай изжога бермейді деп сөйтеді да. Сол 2 аптаға жететін нан арқалап алып келетін тұғым. Оның бәрін не істейсің деп олар қасымдағылар сұраса, атам жейді. Ой, еще орын алады ғой ол еще. Алады ғой, иә, сондан тастамай жүріп алып келетін тұғым. Онда қыздар да күлетін, сен бір нәрсе істесең айырылмайсың деп. Сөйтіп қызық болатынбыз. Сол 2 апта жететін нанна дейін әйтеуір былайынша енді папамды кейін былайынша қарап отырсам, папаны өзі еркелеп кетті маған ше. Мен ойлайтын едім, мен ерке қыз болады шығармын деп ойлайтын едім, папа еркелік.
мен еркелей шығармын деп жүрсем де. мен ойлағанмын ғой, енді мен жас болып түстім ғой үйге, 18 жасымда келін болып түстім ғой. Сосын ойлаған тұғым ғой, енді күйеуімнің мама жағы нағашылары, ол кісілер айтты, мен бір үйіне барғанда шай құймайды деді, потому что жаңағы бұл біздің үйдің ерке қызы болады, вообще шай құймайды. Мен сіңіліме ұқсайды екен деді. Мен енем қайтыс болған ғой, сосын соның сестрасы айтты, мен төресі менің сіңіліме ұқсайды екен, шай құймасын деді. Содан кейін жаңағыдай шай құймай өзінше келін болып кеткен ғой, ерке келін болып. Жаңа папаға еркелейін ба деп жүрсем, бір күні қарасам папа маған еркелеп жағдайын әбден жасағансыз ғой енді, андасаңыз. иә. Сонымен прям енді жақсы, ондай ешқандай негативный случай болған жоқ, жақсы келін болдым деп айта аламын. Ата-анаңыз Қырғызстанда тұрады ма? Ата-анам жоқ, біз көшіп келдік. Біз көшіп келген кезімізде ол кісілер Қазақстанда қалам деп Байконурда қалды да. Сонымен Байконурда мама да папа да жұмыс істеген. Папам сияқты жаңағы российский медицина бастығы болып жұмыс істеген. Мамам сол жаңағы ол жақта космический ғой енді в основном. Сол кісілердің штабында жұмыс істеді. Военный отбасыда өстім десеңші. Иә, әскери отбасында өстім. Алтабай ханым, енді сізде ерекше баланы бағудан үлкен опыт болып тұр, иә? Алланың жазуымен енді. Осындай аналар көп қазір. Жас аналар бар, иә? Үлкен болсын, жас болсын. Сол аналарға қандай кеңес бересіз, немесе мотивация бересіз? Аналар бар, шынымен де көп не қылмайды. Именно мынандай ДЦП-ны вообще қазір деген баяғыда көшеде көрсем, былайынша онша көңіл аудармайтын тұғымын, если честно, потому что көп кездеспейтін еді ғой ондай балдар ше, ол кезде редко кездеседі. Сосын андай балдармада андай қатты қарамандар ұялып қалады деп мен айтып сөйтіп түсіндіретін тұғым, ондайларды көшеде көрсеңдер қатты қарамандар. Енді балдарға өзім өтіп айтып тұрған кезде мен де онша қатты қарамауға тырысатын тұғым. А қазір андай коляскадегі балдарды көрсем, бірінші мамасын не істеймін, қатты түсінемін, жағдайын қатты түсінемін, потому что ана балдар, мен балам былай болды да, бізде 3 ай сайын апарып укол салатын тұғымында бұл балаға. 3 ай сайын укол саламыз, барамыз да. Сосын бір күні маған айтты, доғдар айтты деп, біз 3 ай сайын салып жатырмыз, и біріне бірі қайшы уколдарды көп салып жатырмыз, балаға уже бала содан зависимый болып бара жатыр деді. Бір укол жүріп кетсін, жүгіріп кетсін деп салсақ, бір уколын ұйықтасын деп саламыз деді. Сондықтан да бір-біріне қайшы уколдар. Сонымен арасын ұзатамыз деп, созамыз деді да. Енді қанша созамыз сонда деп сұрағанда, 6 айдан кейін, енді 6 айдан кейін салып көрейік деді. Сөйтіп жүрген кезімізде ол 6 айға уже 5,5 айдан бала қалай аса бастады, солай уже нашарлады бала ше. Сол кезде түсіндім, мен ашин уколмен істеп жүргенімді, созып жүрген уақытты сөйтіп созған екенмін деп солай түсіндім да. Бір интервьюді көрдім, менше бір әншінің жігіттер тобындағы әншінің келіншегі интервью беріп жатыр. Сол кезде сол кісі айтып жатыр да, вообще жаңағыдай қайтыс болған кезде, мен еще сол интервьюді больницада жатып көрдім, баламмен жатқанымда, прямо осы баламмен больницада жатқанымда, қасымда бір келіншек жатыр, оның да баласы ауырады, енді екеуміз көріп жатыр, мен көріп жатқасын, ол да үндемей тыңдап отырған ғой енді. Сөйтіп айтып жатыр да, сол қайтыс болды деген кезде, сол күннен бастап мен тыныш ұйықтадым дейді да. Сол кезде менің қасымда келіншек айтады да, бүйтіп, қалай айтуға болады өзім баласы туралы, вообще ұйықтамай жүр. Мен вообще ұйықтамас едім, балам жазылып кететін сияқты болып, не істеп тұрса деп сөйтіп айтып да. Мен, если честно, ол сөзді менің балам қайтыс болғанда түсіндім. Ол басынан өтпейінше түсінбейді екен адам оны ешқашан ше. Сосын мен де соны түсіндім. Почему? Потому что бала ұйықтамайтын тұғын. 25 минут ұйықтайды за целые сутки. И сол 25 минуттың ішінде жүгіріп тірлігін істеу керексің, например, ше. Оны я тастап кете алмайсың, қасына басқа баланы қойып та кетеді. Үлкендерін қойып кетесің, енді олардың да сабағы бар, нелері бар, сен өйтіп тапсыра алмайсың ғой, өйткені олардың өз тірліктері бар. Қазіргі балдар деген түйші баяғысы біз сияқты отырғызып кетсе, келем дейінше отырмайды ғой қазір бала деген. Сосын сондайларды көріп, енді бірінші, если честно, мен адамды аяйым деп бір кезде біреу айтады да, мен әйел адамдарды аяйым. Жоқ, мен аяйым емес, енді ол жаңа Құдайдың жазымы ғой, оны әйел адам өзінің қолымен жасамайды. Аяйым емес, просто сол әйелдерге былайынша мотивация ретінде деймін да, қандай жағдай болса да, просто берілмеу керек. Әйтеуір оның ше бір түбі болады екен. Мен ойлайтын тұғым, бұл бала қашан жүреді, енді жүреді шығар деп. Жоқ, бұл түбі Құдайға ғана белгілі нәрсе болады екен. Просто өзіне қараудан қашпау керек.
сол балаға беріп жатсың ба витамин, өзіңде ішу керек обязательно, солмен қатар ішу керек витаминді ше, сол баламен, потому что сенің де состояниең одан мәз емес, просто ол балаға сенен басқа ешкім керек емес, и саған да сондай жағдайда ол бала сенен басқа ешкімге керек емес та. Сондықтан да мен, например, бәрі маған айтады да, сен неге больницаға кетіп баратқанда бәрі витаминіңді алып кетесің. Мен баламен бірдей ішіп отыратын тұғым витаминді, если честно. Дәл сондай жағдай ғой. Бала не жейді, соны жеу керек қой, если честно. Мен уже соған үйреніп алдым қазір жаңағы. Бала не жейді, правильно питаниеге сөйтіп көшіп кеттім мен өзімде ше. Майша неправильно питание уже жемеймін, газированный ішпеймін, ана балдарға сөйтіп істемеңдер деп айтамын деп өзім қосып кеттім солардың нелеріне, принциптарына. Сондықтан да әйелдерге берілмеу керек. Тамаққа қазіргі заманда тек бірінші тамаққа көңіл бөлу керек адам ше. Өйткені тамақтың енді мен жаңа 100% деп айтпай қоймын, бар ғой енді біздікіндей сияқты еттер бар, қазір шығып жатырған жоқ емес, жақсы продукциялар шығып жатыр, даже полуфабрикаттардың өздері де шығып жатыр, жақсы диетический, без глютена деген сияқты қамырлардың өздері ржаная мукадан шығып жатыр деген сияқты ғой. Сондықтан да бірінші тамаққа көңіл бөлген дұрыс, қандай жағдай болса да. Кез келген нәрсені жеп, семіріп, жаңағыдай өзіне қарамай, семірген сайын стрессовать етіп, комплексовать етіп, ондай жағдай болғаннан гөрі лучше кішкентай ғана жемесең де, көп жесең көп жеп, пусть зато питание правильный болса деймін да. Енді өз басым солай, соған уже наоборот өзім ауысып кеттім, мына балдарға айта беріп правильный питание жеңдер, әр нәрсе жегенше дұрыс нәрсені жеңдер деген сияқты ше. Әйелдерге айтатыным, ешқашан берілмеу керек, бірінші тамақты дұрыстау керек, самый первый очередь тамақ. Өйткені баладан да көп ауру бірінші тамақтан деп мен өзім көрдім да, енді біраз балдарды көрдім емде жүрген кезде. Аллергия да тамақтан дұрыс еместігінен шығады. Сосын жаңағы жүрек аурудың да көбісі газировкадан шығады, если честно ше. Жаңағы екіқабат келіншектерді көргенде, пожалуйста, ішпеңдерші, жаңағы дизи дегендерді деген сияқты қылып айтып отырамын өзімше. Тамақ қой енді, оның бәрі де жаңағы әйел керек етіп алып ішіп жеп тұр ғой енді оның бәрі. Сондықтан да бірінші очередь тамаққа мән беру керек. Жаңағы индюк арзан емес, жаңағы не дешевое удовольствие деген сияқты, арзан емес. Сондықтан да мен айтам, сен индюк ал деп мен настаивать етпеймін, ешқандай да деймін да, ешкімге сен алшы деп не қылмаймын, жаңағы сен алсаң бүйтесің демеймін, қарызға беремін деп мен итермелемеймін, если ол адам жағдай келмей тұрғанын байқасам ше. Сондықтан да мен айтам ғой, индюк болмай ақ қойсын, мейлі индюк болмаса да, жаңағы не ет жеп жүрсің, просто соны қатты майлы қылма, өзіңе просто қарасай деймін ғой, любой келіншекке айтатыным ше, өзіңе қарау керек. Бірінші очередь балаға қалай қараймын деп ойлап отырсың, если сен жауапсыздығыңды өзің білдіргің келмесе, сен если өзің денсаулығыңа қарамасаң, сен балаға да дұрыс қарай алмайсың вообще. Это физический жағынан емес айтып отырғаным, кәдімгі моральный жағынан да айтып отырғаным ол ше. Неге десең, ол жауапсыздыққа жатады да, если сен өзің дұрыс емес тамақ жеп отқанда қайықтан балаға дұрыс тамақ бересің. Сол сияқты ғой айтып отырғаным. Баланың жеген тамағын дәл өзің жесең де көп жемейсің, если честно ше, шынына келгенде өзің де көп жемейсің ол тамақты. Сондықтан да бірінші өздеріне қарау керек, әйел адамдар қандай жағдай болмасын. Көбісі маған айтатын еді, сен үйде отырған адамға ұқсамайсың ғой деп, енді мен баламен отырмын десем сенбейді ше, көбісі үйде отырған. Мен айтам, сондықтан да қарау керек, шашты жуып жүру керек. Үйде отыр деген атың бар ма, шаш жу бірінші очередь деген сияқты. Сондай ғой. Енді әйелдерге айтатыным сол, вообще берілмеу керек ешқашанда. Ұйықтасын, бала нешеде ұйықтайды, сонымен жатып ұйықтау керек әйел. Біз жаңа ана тірлігімізді бітіріп алайық, ол тірлік ше ешқашан бітпейді. Вообще ол бітпейді, ол тірлік деген. Ол тірліктің соңына жеткен адам жоқ. Сол тірлік сенің жаңа өміріңе жеткені болмаса, ол тірліктің жаңа біткен жеріне жеткен адам жоқ. Жатып ұйықтау керек. 25 минут ұйықтай ма, 25 минут хотя баламен ұйықтап алу керек та, адам деген. Ол әйелге деген қанша нагрузка ғой, например, мен бір үйдің ішінде бір бала ғана ауыратын адамды білем. Например, да, мен өзім қарап отырған үйлерімді білемін, бірақ бала ауыратынын білем, үйінде бірақ бала. И мына жақта 5 баласы бардың, бір баласы ауыратынын білем да. Бірақ екеуі бірдей болып жүреді ше. Екеуі бірдей болып жүреді состояниелері ше. Потому что ауыратын баланың аты ауыратын бала. Оған кәдімгідей отдельно подход керек, уход керек, оған деген кәдімгі дұрыс қарамаса болмайды. Внимание, конечно, это в первую очередь қазіргі заманда еще андай балдарға қарамай көр, еще кәдімгі жүгіріп жүрген балдардың өзіне де қарап отырсаң, олардың өздері
сенің вниманиең кетіп қалса, фокусың былай қарай, өздері уже былай қарай кете бастайды. Сондықтан да бірінші очередь өзіне қарау керек әйел адам ше, қандай жағдай болмасын. Мен фитнеске, мен, например, тренировкаға барып келетін тұғым постоянно. Балам үйде ауырып жатады, ол ұйықтаған уақытында мен фитнеске барып келемін, жүгіріп ше. Фитнеске барам, сосын күйеуім ұрысты, сен фитнеске барасың, өзіне ладно дедім да, фитнеске бармаймын, қорқытатын аяқ жанында тұрмын, жүгіретін тұғымын күнде, азанда ерте шығып жүгіріп кетемін, қайтып келемін, тамағым менің правильный питание, күйеуім ондай тамақ жемейтінін білемін, оларға отдельно тамақ істеймін, вообще біздің үй сондай болды, алаңсыз ше, ана бала ондай жемесе оған жейтінін, маған ондай жемесе оған жейтін, бірақ менікі обязательно правильный питание сондай вообще. Сондықтан да әйел бірінші өзіне қарау керек, қандай жағдай болса да. Кейбір семьяны білем, күйеулері тастап кетеді, ана баланың проблемасын көтере алмайды, күйеулері тастап кетеді, потому что әйелдің вниманиесі оған да жетпей жатады да, енді потому что балаға жетпей жатқан внимание, өзіңе жетпей жатқан внимание, еще күйеуіңе жетпей жатқан кезде күйеуің ананы көтере алмайды, еще жаңа диагнозбен ол деген не қыла алмайды, өзіне қабылдай алмайды да ана диагнозды. Сөйтеді да, сосын тастап кеткендерді де білем. Сондай кезде әйел адам теряться етіп қалмас үшін бірінші күйеуі бар кезде өзіне қарағаны дұрыс та. Кетсе, зато түрім бар ғой, әйтеуір баламым бар, Құдайға шүкір деген сияқты. Әйтеуір самое главное, денсаулығым нормально, витаминім дер кезінде ішілді, ұйқым тыныш болады. Ничего страшного деп отыра алатындай жағдай болу керек қой әйел адамда. Әйтпесе жаңағыдай әйел адам көтере алмай қалады, ондай жағдайда ше, күйеуі жалғыз поддержкасы қасында отырғанда көтермей кетіп қалып жатса, жаңағы поддержка бермей деген сияқты кетіп қалып жатқан, оны әйел адам көтере алмай қалады да. Сондай жағдай болмас үшін әйелдерге тек бірінші өзіне қарау керек. Бұл тек қана ондай аналарға емес, барлық аналарға керек деп ойлаймын бұл советіңіз. Иә. Барлығына да қажет нәрсе. Конечно, бірінші әйел адам на месте. Мен айтамын ғой, даже подружкаларымнан сіңілдері ұзатылып жатады, вообще қыз ұзатып жатырған естісем таныстарым арасында. Бірінші қыз бақытты болсын, барған жерінде қыз бақытты болсын деп не қыламын ғой. Екеуі деп айт дейді, маған айтады. Екеуі деп айт. Қыз бақытты болса, бәрі бақытты болады. Қыз бақытты болса, сол үйдің барлығы бақытты болады деп. Так что әйел бақытты болса, сол үйдің барлығы бақытты, балдар да бақытты, күйеуі екі есе бақытты болады. Сондықтан да әйел адамдар ток вперед, өздеріңізге қараңыздар. Бұдан артық сөздің қажеті жоқ деп ойлаймын. Рахмет көп, Алла разы болсын. Сіздерге де рахмет көп.